Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Еңбегі еленген еңбек ерлері атты циклымызды жалғастырамыз. Бүгінгі сюжетімізде біз социалистік еңбек ері атақты Шопан Шалғынбай Ынтықбаевтың өмірі мен еңбек жолы жайлы айтатын боламыз. Социалистік еңбек ері Шалғынбай Ынтықбаев 1936 жылы Қарағанды облысы Жаңарқа ауданы Өркендеу ұжымшарында дүниеге келген. Мал өсірсең қой өсір, пайдасы оның көл көсір демекші 1964 жылдан бастап Ақтау совхозының Айшырақ бөлімшесінде Шопан болған. 1964 жылы еңбек қызыл ту орденімен марапатталған. 1965 жылы социалистік еңбек ері атағын алған. 2 мәрте Ленин орденінің алтын жұлдыз медалінің иегері, бірнеше медаль грамоталармен марапатталған. Жаңарқа ауданының құрметті азаматы. 1995 жылы отбасымен Батыр ауылы шаруа қожалығын құрып, мал шаруашылығымен айналысуда. Қазір әке еңбегін балалары жалғастыруда. Шалғынбай атамыздың жұбайы Жақсыбала апамыз екеуі 12 бала тәрбиелеп өсірген. Жақсыбала апамыз 2004 жылы алтын алқа алқасымен марапатталған батыр ана. Ал Шалғынбай атамыз 2014 жылы дүниеден өтті. Ақтау өңірінде туып өскен, осы шаруашылықтың қалыптасып дамуына еселеп еңбек сіңірген адамдары, атпал азаматтар жөнінде сөз еткенде, Даңғайыр Шопан социалистік еңбек ері Шалғынбай атамыздың есімі алғашқылардың бірі болып ауызға алынады. Кезінде қой санын 50 миллионға жеткіземіз деп меже қойып, сол тұрғыда бүкіл еліміз жұмылып, тер төккен жылдары еңбегі еш, тұзы зор шопандар қауымына ерекше көңіл бөлініп, құрмет көрсетілгені белгілі. Осы орайда әріптестері арасында бағы жанып, шоқтығы биік шығып, еліміздің ең басты наградасы социалистік еңбек ері алтын жұлдызын кеудесіне қадаған Шалғынбай Ынтықбаев есімі кезінде аудан, аймақ тұрмақ бүкіл Қазақстанға танымал болды. Ақтаудың табиғаты сұлу, жері бай, тарихы терең, ырысты өлке. Осындай тамаша табиғат аясында өмірінің соңына дейін Шопан болып еңбек етті. Жирнов Николай Андреевичтің социалистік еңбек ері Жаңарқа ауданы Ақтау совхозының Шопаны Шалғынбай Ынтықбаевтың портреті деп аталатын 1967 жылы кенепте майлы бояумен жазылған туындысы біздің музей қорында сақталған. Бұл шығармада суретші еңбек адамы Шалғынбай Ынтықбаевтың портретін бейнелеген. Шопан аттың үстінде отыр, сол қолымен аттың тізгінін, оң қолымен қамшы ұстап отыр. Алдында ер тоқымның үстінде құрық көлденеңінен жатыр. Бұл еңбек адамы бар өмірін осы қиыны мен қызығы мол шопандыққа арнаған. Кеңес заманы кезінде Жаңарқа ауданына қарасты Ақтау совхозы 1964 жылы құрылған, қой шаруашылығымен айналысқан үлкен совхоз болатын. Кең жайлауда, тау бөктерінде қой бағып жүрген Шопан бейнесі көз қырағымен алысқа көз салып тұрғанын көруге болады. Сол совхоз құлдырамай тұрған кезде, қыстың боранды аязына, жаздың аптап ыстығына қарамай, бар өмірін осы шопандыққа арнап, қой төлдетуде 100 саулықтан 113-тен төл алып, бүкіл одаққа белгілі болып, социалистік еңбек ері атағын алған атамыздың бейнесін көре аламыз. Сол кезде барлық суретшілер еңбек адамдарының бейнесін сомдауға тырысқан. Әрине, бұл еңбек адамдары бүгінгі күнде өздері бұл өмірде жоқ болғанымен ұрпақтары бар. Бұл кісілердің еңбегі әрдайым ұрпаққа үлгі. Көк аспан, тау бөктерінде жайылып жүрген бір отар қой, жазғы жайлау көрінісін суретші өте тамаша көрікті бейнелеген.
Жирнов Николай Андреевич бұл шығармасы арқылы еңбек адамдарына деген құрметті көрсеткісі келген. Әрине, қарапайым ғана ауыл адамдарының осындай дәрежеге өз еңбектері арқылы жеткендігін көрсеткен. Тамаша табиғат, көгілдір аспан, тау бөктерлері, кең жайылым, бір отар қой бағып жүрген шопан бұл ауылдың күнделікті тұрмысы. Құрметті көрермендер, біз бұл циклымызда біздің музей қорында портреттері бар, әр салада Совет үкіметі кезінде еңбегі еленіп, социалистік еңбек атағын алған азаматтар жайлы айтатын боламыз. Ол механизатор, шопан, жылқышы, шахтер, құрылысшы сияқты қарапайым еңбек адамдары. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау саламатта болыңыздар.